1972 жыл National Geographic журналында өзін-өзі суретке түсіріп тұрған маймылдың суреті журнал мұқабасына басылып шықты. Сонда әлем алғаш рет Коко есімді ерекше бір горилламен танысты. Коко жас горилласы, және ол адамдармен сөйлесуге үйретілді. Бірақ ол тек қана бадам сұраған жоқ, айтқаны бүкіл ғалымдарды таң қалдырды. Бұл шығарылым қалай бір горилла жануарлардың мінез-құлқы туралы адамзат тарихындағы ең маңызды ашылулардың бірнешеуін бастағаны жайлы болмақ. Коко 1971 жылдың 4 шілдесінде Сан-Францискода дүниеге келді. Оны Ханабике деп атады. Бұл отшашу баласы дегенді білдіреді. Өте патриоттық есім. Ол зоопарктегі маймылдарға арналған қоршауларда анасымен бірге өмір сүрді. Бірақ 6 айлығында ауырып қалып, адамдар қолында тәрбиелене бастады. Ауруынан айығып жатқан Кокоға психолог студент Пенни Паттерсон назар аударды. Пенни Коконы революциялық зерттеу үшін тамаша нысан деп шешті, және оны адамдармен тілінде сөйлесуге үйрету қажет деп санады. Кейінірек 1972 жылдың шілдесінде Коко Стэнфорд университетіне көшіп, Коко жобасы басталды. Ғалымдар алғаш болып Вишо есімді шимпанзеге тәжірибе жүргізіп, оған адамдардың тілін үйреткен болатын. Ол адамдар тілін үйренген алғашқы жануар еді. Оны бала кезінен адамдар тәрбиелеп, 1969 жылы американдық тілін үйреткен. Ең таңғаларлығы, Вошо тілінің көмегімен өзінің эмоцияларын білдіре алатын. Бұрын көптеген адамдар бұл тек қана адамға тән қасиет деп ойлайтын. Сондай-ақ 1982 жылы қызық оқиға болды. Вошомен жұмыс істеген ерікті Кетти жүкті еді. Маймыл оған бала деген ыммен оның жүктілігі туралы сұрап, оның ішіне таңдана қарады. Бірақ кейін өкінішке орай Кетти түсік тастады. Бұл бірнеше күннен кейін Вошоға оралып, менің балам өлді деп шимпанзеге түсіндірді. Маймылдың жауабы ғалымдарды таң қалдырды. Вошо бетінен ұстап жылау дегенді білдіретін ымды көрсетті. Шимпанзелер жыламайды, бірақ Вошо адам жылауын қайғымен байланыстырған. Бұл өте сезімтал әрі адами реакция болды. Сосын Вошоның да 2 баласы бар еді. Алайда екеуі де шетінеп кетті. Содан кейін маймылда депрессия белгілері байқалғаны анықталды. Бәлкім ол да Кеттидің сезімдерін түсінген шығар. Кетіп бара жатқанда Вошо адам, құшақташы деген ымдарды көрсетті. Ол досына қоштасар алдында қолдау көрсеткісі келгендей еді. Гориллалар ірі жануарлар болғандықтан оларды үйрету қиын. Сондықтан бұрын мұндай зерттеулерге оларды қарастырмаған болатын. Бір жас 11 айлығында онымен тілі арқылы аптасына 10-20 сағат аралығында қарым-қатынас жасалды, және оны 2 түрлі әдіспен үйретті. 1978 жылы Кокоға тілін үйретудің 2 негізгі әдісі қолданылды. Бірінші әдіс лепка. Мұнда мұғалімдер Коконың қолдарын өздері қалаған пішінге келтіріп, ымдардың мәнін түсіндіретін. Екінші әдіс еліктеу. Кокодан мұғалімі көрсеткен ымды қайталауды сұрады. Мысалы, Пенни кәмпит деген ымды көрсетсе, оны қайталаған Кокоға тәтті берілетін. Кәмпит әрине бананнан дәмдірек еді. Ғалымдар Коконың шын мәнінде сөйлескенін қалай түсінді деп ойлайсыздар? Ол тек тәттілерді алу үшін ымды қайталамай, шынымен сөйлескенін анықтау үшін олар арнайы ғылыми критерияларға сүйенді. Мысалы, ымды 2 тәуелсіз бақылаушы растауы тиіс болатын. Бұл адамдардың қателесу мүмкіндігін азайтты. Сонымен қатар Коко ымды кемінде үйренген айының ішінде 1 рет болсын өзі қайталауы тиіс болатын. Яғни ол ымның мағынасын есте сақтап, оны дұрыс қолдана білетінін көрсетуі тиіс болатын. Осындай тексерістерге байланысты Коко сөздерді қанша уақытта үйренді деп ойлайсыздар? Айтсам таң қаласыздар. Бірнеше апта ішінде ол бірнеше тамақтану деген мағынаны білдіретін ымды жаттап алды. Сөзді қолдана бастағаннан бастап горилла ғалымдардың жүрегін жаулап алды. Коконың жаттаған келесі сөзі тағы деген мағынаны беретін. Бұл ымды ол саусақтарының ұшын қосып көрсететін, ал көп ұзамай су ішемін деген сөзді білдіретін ымды да жаттап алды. Алғашқы 2 жылдың ішінде Коконың білім алуы күніне 8,5 сағатқа дейін көтерілді. Айтпақшы, бұлай кейбір мектептегі балалар оқымайды. 3,5 жасында Коконың сөздік қоры 100 ымға жетті. Әрине, олардың барлығы ғылыми тексерістерден толық өтті. Сонымен қатар ол 300-ге жуық сөзді кенеттен қолданатын. Бұл кезеңде адамдардың сөздік қоры шамамен 1000 сөзге жететінін ескерсек, үлкен айырмашылық сияқты көрінгенімен, Коко 2 жасар бала қолданатын сөздер қорына ие болды. Бұл горилла үшін таңғажайып жетістік еді. 5 жасқа келгенде Коко 500-600 ымды қолданды, және оларды сөйлемдерге біріктіре отырып, өз қалауларын жеткізетін. Оның даму қарқынын бағалағанда, Коконың IQ көрсеткіші шамамен 85 болды. Ал адам үшін орташа IQ 100 екені белгілі. Бұл Коконың көптеген адамдардан әлде қайда ақылды екенін білдіреді. 1972 жылдан 1982 жылға дейін ол жылына 2-ден 200-ге дейін жаңа сөзді үйреніп отырды.
және ол ешқашан тоқтаған жоқ. Мысалы 2009 жылы ол алғаш рет көбелек деген ымды көрсетті. Осылайша Коко жаңа биіктерді бағындырудан қорықпады. Сонымен қатар кейінірек Пенни басқа гориллалар мен маймылдардың да өздерінің қарапайым ым тілі бар екенін анықтады. Мүмкін осының арқасында Коко адамзат ым тілін тез меңгерді. Дегенмен, ол кейбір белгілерді өз қолына бейімдеуге мәжбүр болды. Гориллалардың бас бармағы қолына қарағанда әлдеқайда кішкентай, сондықтан Кокоға К әрпінің ымдауын көрсету қиын болды. Ол оны жеңілдетіп өз есімін көрсету үшін иығын, яғни өзін көрсететін болды. Осылайша ол өз тілінің бір бөлігін ойлап тапты. 1976 жылы Коконың әлемі кеңейді. Пенни Майкл есімді жаңа горилланы отбасына қосты. Бастапқыда Коко отбасыда жалғыз бала болуға үйренгендіктен екеуі жиі жанжалдасатын. Барлығы жай ойын болып басталып, үнемі қырғынмен аяқталатын. Бірақ уақыт өте жақындасып, тату-тәтті болып кетті. Коко мен Майкл тыныш қуғын деп атайтын ойынды ойнай бастады. Әрине, ол бізге жасырынбақ атымен танымал. Майкл жаңа ортаға ыңғайласып алған соң, оны да адамдардың ым тіліне үйрете бастады. Ал Коко оған көмектесті. Бір жылдың ішінде балақай 20-дан астам сөзді меңгерді. Гориллалар бір-бірімен оңаша қала алатындықтан, сөздерді бір-біріне қолданып жаттыға алатын. Майкл тіпті Кокоға екі зерттеушінің атын үйретті. Ингрид және Каран. Дегенмен, гориллалардың тілдік қабілеттері жетілгенімен, ол толыққанды болмады. Өз питтерінде Коко 1100-ден астам сөз білсе, Майкл шамамен 600 сөз меңгерді. Бірақ әрине олардың сөздік қорында әлі де олқылықтар болды. Коко кейде бір сөздің мағынасын тым жалпылайтын. Мысалы, ол түтікше деген ымды кез келген ұқсас заттарға қолданатын. Темекі, қалам, көлік антеннасы және тағы басқа. Осындай қиындықтарға қарамастан ғалымдар гориллалардың шын мәнінде ымдарды үйренетінін қалай дәлелдеді? Ғалымдар бәрін тек болжамды түрде жазып отырған ба? Бұл сұрақ жануарлар психологиясындағы маңызды мәселе еді. Бұл сұрақтар бұған ұқсас оқиға 20-ші ғасырдың басында болған ақылды Ганс атты жылқыны еске түсіреді. Уақытша маймылдарды тастап өткенге оралсақ. Ол жылқыны бекерден бекер ақылды Ганс деп атамаған. 20-ші ғасырдың басында ақылды Ганс атты бір жылқы болды. Оның ұстазы Вильгельм фон Остин оңай сұрақтарға жауап беру үшін жерді соғуды үйретті. Ол жылқыдан 16-ны 5-ке қосқанда қанша болатынын сұрайтын, ал Ганс 22 рет аяғымен тоқылдататын. Дұрыс жауап берген соң тәтті алатын, тіпті көшеде кетіп бара жатқан басқа адамдардың есептерін шешетін. Ғалымдар аттың ақылдылығына күмәнданды. Көптеген зерттеулерден кейін Остиннің айласы ашылды. Сөйтсе Ганс иесін көрмесе сұрақтарға дұрыс жауап бере алмайды екен. Тек иесі төмен қараса ғана аяғымен тоқылдатып, ал иесі басын көтергенде тоқтайтын. Ганстың барлық ойы тек тоқылдатып болған соң алатын тәттіде десек те болады. Қысқа үзілістен кейін гориллаларға қайта оралайық. Сонымен ғалымдар Майкл мен Коконың шынымен де ым тілін үйренгенін қалай дәлелдеді? Оларды ақылды Ганс сияқты бұл қимылдардың барлығын тәттілермен байланыстырып үйренген жоқ па? Деген сұрақ пайда болды. Коконың орташа маймылдан ақылды екенін дәлелдеу үшін оған 4 жасында бірнеше тест өткізілді. Зерттеуші затты мөлдір қабырғасы бар қорапқа салды. Оны Коко ғана көре алатын. Бірақ зерттеушінің өзі көрмейтін жағдай жасалды. Сосын екінші зерттеуші Кокодан қорапта не бар екенін сұрайтын. Бірақ ол да қорапта не бар екенін білмейтін. Мұндай тест екі жақтық соқыр тест деп аталады. Және нәтижелерге адамның араласуы ықпал етпейді. Барлық заттар Кокоға таныс болды, әрі ол олардың ымдарын білетін. Мысалы, диаскоп немесе гүл. 50 заттың ішінде ол 31-ін дұрыс тапты. Кейде ол заттардың ұқсастығына байланысты қателіктер жіберетін. Мысалы, конфетті крекермен шатастыратын, немесе ымда ұқсас қимылды көрсететін. Бірақ дәл сол емес. Кейде ол сұрақты елемей қорапты ашуды сұрап аш және кілт деген белгілерді көрсететін. Бұл тамаша нәтиже болмағанымен 65% дұрыс жауап деген ол таңғаларлық көрсеткіш болды. Ең бастысы, бұл Коконың зерттеушілердің немесе әңгімелесушілердің тұспалдарын іздемегенін дәлелдеді. Ол шынымен түсініп жауап берді. Заттардың атауы тек сөздік қорының бір бөлігі ғана еді. Күнделікті адамдармен қарым-қатынаста болған Майкл мен Коко эмоцияларды да үйренді. Оларды жылау, махаббат, қайғы сияқты сезімдерді білдіретін ымдарға үйретті. Олар американдық ым тіліне ұқсас еді. Майкл да Коко да өз басына өткен оқиғаларды айтып беретінді шығарды. Дегенмен, олар айтатын кейбір оқиғалар өте ауыр еді. Мысалы, Майкл салмағы 200 килограммдық альфа еркек горилла балалық шағындағы қайғылы оқиғасын айтып берді. Одан анаңа не болды деп сұрағанда, ол түсініксіз ымдармен жауап берді.
Бұл ұғымдарды түсіну үшін анау айтқандай гений болу керек емес сияқты, иә? Майклдың оқиғасын талдаған ғалымдардың пайымдауынша, Майкл браконьерлердің оның анасын ет үшін өлтіргенін көрген. Себебі сол кездегі Африкадағы ормандарды кесу мен аң аулау гориллаларды жойып жіберуге шақ қалып еді. Бұл оқиға оны жетім етті. Содан кейін Майкл адамдардың қатарына келіп қосылды. Гориллалар жаңа тілді тек заттар туралы айту үшін ғана емес, сонымен қатар басқа да адамдарға деген сезімдері мен пікірлерін білдіру үшін де қолданды. Бұл пікірлер әрдайым жағымды бола бермейтін. 1985 жылы National Geographic журналынан Сэнди Карни Кокоға сұхбат алуға келгенде, олар бастапқыда бір-бірімен тіл табыса алмады. Гарнидің айтуынша, Коко оны ым тілі арқылы әжетхана деп атаған. Бұл Коконың адам үстінен күле алатынын да көрсетеді. Бұл гориллалар тек қайғылы оқиғалармен шектелмей, көңілді және қызықты оқиғаларды айтып беретін. Мысалы, Коко мысықтарды өте қатты жақсы көретін болып шықты. 1983 жылы ол жаңа жылға мысық сұраған. Бірақ оған ойыншық мысық әкелгенде ол бірнеше рет қайғы деген ымды көрсеткен. Сондықтан оның туған күніне ұжым шынайы мысық сыйлады. Коко оны доп деп атады. Себебі мысық шар сияқты оралып жататын. Коко оған қамқорлық жасап, екеуі ұзақ уақыт бірге ойнайтын. Бұл ерекше жұптың суреті тіпті National Geographic журналының мұқабасына шықты. Және адамдардың осы ірі приматтарға деген көзқарасын өзгертті. Коко мен оның мысығы туралы оқиға қысқа метражды фильмге айналып, кітап ретінде де басылып шықты. Бірақ топ Кокоға маңызды әрі қайғылы сабақ берді. Бір күні кішкентай мысықты көл қағып кетеді. Ал Пенни бұл туралы Кокоға айтуға мәжбүр болды. Мен шынымды айтсам, ондайға батылым жетпес еді. Коко оған өте әсерлі жауап қайтарды. Жаман, қайғы, мұң және жылаймын деген ымдар арқылы өзінің сүйікті мысығының өлімін жоқтағанын көрсетті. Коко мен Майкл әлемге гориллалардың адамдар секілді күрделі эмоцияларды сезіне алатынын көрсетті. Адамдардан айырмашылығы тек сезімдерін сөзбен білдіре алмайтындары болды. Бірақ топтың өлімімен бірге Коконың мысықтарға деген махаббаты жоғалған жоқ. Кейінірек оның жаңа мысық достары пайда болды. Және ол оларға да сол нәзіктікпен қарады. Коконың жануарларға деген сүйіспеншілігі тіпті кейінгі жылдары да көптеген адамдардың жүрегіне елжіретті. Мысалы, Коко сүйікті мысығын еркелетіп басына отырғызған кадрларын көрсеңіз болады. Егер бұдан кейін езу тартып жүрегіңіз жылмаса, енді білмеймін, жүрегіңіз тастан болса керек. Сөйлейтін примат туралы оқиға тез арада бақ және әлемдегі атақты адамдардың назарын аударды. Көптеген атақты адамдар Кокомен кездескісі келді. 2001 жылы оған Робин Уильямс келді. Актер көптеген көрермендерді өзінің тамаша әзілдерімен баурап алатын. Алайда Коко алдында Робиннің өзі көрерменге айналды. Бұл сәтте ол тіпті Робиннің көзілдірігін алып, әйгілі комиктің бейнесін келтірмек болды. Екеуі бірге ойнады және Коко оның қалталарын ақтаруға тырысқанда Уильямсты күлдіріп те үлгерді. Ең таңқаларлығы, Коко оны есіне сақтап қалды. Оған Робин Уильямстың фильмдері бар кассеталарды бергенде, ол бірден актерді таныды. Сіз қалай ойлайсыз, ол шынымен Уильямсты таныды ма, әлде бұл жай ғана кездейсоқтық па? Пікіріңізді жаза кетіңіз. Өкінішке орай, Кокоға тағы да қайғымен бетпе-бет келуге тура келді. 2014 жылы оған Робин Уильямстың қайтыс болғанын айтты. Бастапқыда ол үнсіз қалды. Бірақ кейін Уильямстен бірге жұмыс істеген әйелдің қайғыға батып отырғанын көргенде, әйел және жылау деген ымдарды көрсетті. Содан кейін Коко басын төмен түсірді. Еріндері дірілдей бастады. Бұл тағы да бір мысал болды. Онда Коко басқа адамдардың сезімдерін түсінетінін көрсетті. Ғалымдар үшін бұл жануарлардың адамдармен терең деңгейде қарым-қатынас жасай алатынын дәлелдеді. Коко адамдармен осындай терең байланыс орнатқанына қарамастан, ол әлі де горилла болып қала берді. 10 жасқа толғанда ол балаларға қызығушылық таныта бастады. Бірақ адамдардың балаларына емес, горилланың балаларына. Бірде ол сәби горилланың суретін көрсетіп, мен деген ымды көрсетті. Бұл оның биологиялық сағаты жақындап жатқанын білдіретін. Бірақ өкінішке орай, Коко түсік тастап, ана бола алмады. Дегенмен бұл оның аналық инстинктіне әсер еткен жоқ. Ойыншықтарын, әсіресе горилла ойыншықтарын ерекше қамқорлықпен ұстап, олардың қолдарын қозғап, тілін үйретіп жатқандай көрінетін. Ол адамдардан үйренген білімін ойыншықтарына жеткізуге тырысты. Бірақ Коконың әжетхана деген ымды қолданған жағдайында көрсетілгендей, ол әрдайым мейірімді бола бермеген. 3 жасында Коко алғаш рет өтірік айтуды үйренгенін көрсетті. Коко ойыншық мысықты сындырып алды. Ал сосын кім сындырды деп сұрағаны горилла Кейт мысық деген ымды көрсетті. Сірә ол өзімен бірге жұмыс жасаған адамдардың бірін айыптады. Дегенмен, мүмкін ол ойыншық сынған кезде Кейттің қасында болған айтқысы келген шығар.
Бұл жағдайда бәрі жақсы, бірақ басқа жағдайларда Коконы дәл қылмыс үстінде ұстады. Бірде Коко ас үй үстелінде отырды, бірақ үлкен 5 жасар 140 килограммдық салмағы бар горилланың ауырлығын үстел көтере алмады. Одан не болғанын сұрағанда Коко тағы да Кейтті кінәлады. Не деген айла керек горилла десеңші. Әрине, тек Коко ғана басқа біреуге бәле жабумен айналысқан жоқ. Майкл да бірде бір еріктінің көртесін жыртып тастады. Ерікті оларға көртесін көрсетіп, кім жыртты деп сұрағанда, Майкл Коко деген адамды көрсетті. Бірақ екінші рет сұрағанда ол Пенниді кінәлап, кейін шындықты мойындап Майкл деп өзінің есімін көрсетті. Коко мен Майклдың ағылшын тілімен қарым-қатынасы тілінен асып түсті. Ғалымдар жас гориллалармен сөйлесіп, оларға сөздерді ассоциациялау арқылы үйретті. You paint how you feel. I feel nice. You there. Okay. Бұл кезде ғалымдар жануарлар адамдардың айтқан сөздерін түсінуге қабілетсіз деп есептейтін. Ал бұл идея тілдік моторлық теориясына қайшы келетін. Бұл теорияға сәйкес сөзді түсінудің басты компоненті оның қалай айтылатынын білу. Мысалы, мына сөз. Сіз жаңағы сөзді көрген кезде, оны буындарға бөліп айтқыңыз келетінін байқадыңыз ба? Бұл моторлық жүйе арқылы жүреді. Сондықтан біз кейде таныс емес сөздерді қайталап айтамыз. Ал балалар естіген сөздерді түсінбесе де қайталайды. Теорияға сәйкес сөздерді дауыстап айта алмасаңыз, сіз оны толық түсінбейсіз деп есептелінеді. Бірақ содан кейін Коко пайда болды. Оның Пеннидің сөйлеп айтқан қимылдарын қалай қайталағанын көріңіз. One more and then you turn it off, okay? Good. Таңғажайып па? Жасы үлкейген сайын Коко қиын сандарды да түсіне бастады. Мына видеода Пенни горилладан бірде-бір қимылдарын қолданбай, отбасын қалай ұлғайтқысы келетінін сұрап жатыр. Two female adult gorillas come to be with Coco and Ndume to make babies here. Коко сөздерді жай ғана түсініп қана қоймады. Дәл гориллалардың отбасылық үрдісін таңдады. Бұл ең ойға сиярлық нұсқа болатын. Коко ойланып барып осы нұсқаны таңдады, және ол сондай-ақ ағылшын тілін жақсы түсінетін. Қосалғанда Коко кейбір сөздердің дыбыстарын, өз қимылдарын ойлап табу үшін қолданды. Ол кейбір кезде өзі қалайтын заттарды сұрап ала алмайтын, себебі қажетті қимылдарын білмейтін. Сондықтан өз қимылдарын ойлап табатын. Бір күні Коко бір ауыз жегісі келді. Оны гориллаға тамақтар арасында беретін. Ол бір ауызды күнде жейтін. Оның атын көп естіген, алайда қандай қимыл көрсететінін білмейтін. Осылайша тапқырлық танытуына тура келді. Коко қас деген ағылшынша бір ауыз дегенді білдіретінін жақсы білетін. Екі сөзді қосып, ойлана, осындай ишара көрсетті. Сосын тағы басқа осындай эмоцияларын білдіру үшін горилла жаңа бірнеше сөз ойлап тапты. Мысалы, көзбен шляпа қимылы бетперде дегенді білдіретін, ал бармақпен браслет жүзік. Бұл әрі соңы емес. Одан бөлек Коко мен Майклдың тағы бір хобби болды. Ол сурет салу. Мысалы, мына фотоны Майкл алма қуу деп атады. Сурет 2 жасар бала бояулармен ойнап салған секілді көрінеді. Алайда бұл жердегі бояулардың маңызы зор. Өйткені Майкл алма деп атаған ала итімен біраз уақыт көңіл көтеріп ойын ойнаған болатын. Барлық ұсынылған бояулардан ол осы қара және ақ түсті таңдады, және суретті алма қуу деп атады. Коко да әртүрлі түстерден ерекше өзіне ұнағандарын таңдап, әртүрлі эмоцияларды кескіндеме арқылы түсіндіргісі келді. Мысалы, махаббат. Ол әрине сары түсті таңдап бананға деген махаббатын көрсете алатын. Алайда ол адамдар секілді қызғылт және қызғылт сары түстерді таңдады. Сіздер де қызғылт сары түстен бір жүректің пішінін көріп тұрсыздар ма? 2015 жылы Коко бүкіл әлем алдында сөз сөйлеген мүмкіндік алды. Ол өте бір маңызды тақырыпты қозғады. Neo Conservation, франциялық жануарларды қорғауға атсалысып жүрген компания, Коко қорымен байланысқа шығып, Коко конференцияда ауа райының өзгеруі жайлы не айта алатынын сұрағанда, Коко келесідей жауап берді. Ол қимылдарымен табиғатты қорғау керектігін, табиғат бізден көмек күтіп жатқанын айтты. Ал соңында тіпті көрерменге рахмет айтып өзінің ыстық лебізін көрсетті. Әрине, ол бұл жерде көптеген адамдарға қарағанда сыпайы болып көрінді. Мүмкін бұл кенеттен айтылған ой емес, монтаждалғанда болуы мүмкін. Алайда қимылдар дәл сөздерге сәйкес келеді және жерді құтқару керек. Адам ақмақ деген сөзсіз ойландырады.
Алайда ауа райының өзгеруі дегенді Коко түсінді ма, әлде жоқ па, біз оны ешқашан білмейміз. Коко 2018 жылы ұйықтап жатқан жерінде 46 жасында қайтыс болды. Оның досы Майкл болса құрбысынан 18 жыл алдын біздің әлемді тастап кетті. Бұл екі таңғаларлық жануарлар түрлер арасындағы қарым-қатынастың барын анық дәлелдей алды. Сондай-ақ Коко да адамдарға бір жағынан сабақ берді. Ол эмоцияларды сезіне алды, қайғырды, күлді, біз сияқты жақсы көрді. Әрине, біреулер бұған күмәнданады. Тіпті горилла тек ойын мен тамаққа қатысты сөздерді жаттады дейді. Болмаса адамдар көрсеткені мен сұрағанын ғана қайталап түк түсінбеді деседі. Не де болса Коко көптеген гориллаларға қарағанда әлде қайда дамып, алға шығып, ойға сыймайтын жетістікке жетті.